Бәріне сәлем, менің атым Омар Ахназ, және мен сабақ онлайн курсында 1 жыл оқып, ұбт-дан 111 балл алдым. Ал осы видеода сабақ онлайнды не үшін таңдағанымды, ұбт-ға дайындалу кезінде қандай қиындықтарға тап болғанымды және де басқа да сұрақтарға жауап беретін боламын. Сабақ онлайн курсын таңдау себебім, оның видео сабақтары ерекше сапалы, қысқа әрі нақты болуы. Тақырыпты түсіндіру әдісі өте қарапайым, интерактивті формат арқылы тіпті қиын сұрақтар да жеңіл шешіледі. Әр сабаққа арналған интерактивті конспект. Ол ең тиімді тәсілдердің бірі. Тыңдап қана қоймай, өзің жазып түрлендіріп отырасың. Бұл ақпарат есте сақтауға көмектесіп, ұбт-да сенімді жауап беруге мүмкіндік береді. Онлайн сабақты таңдағанның тағы бір маңызды себебі куратормен 24/7 байланыс мүмкіндігі. Сұрағың болса, күндіз бе, түнде ме жауап аласың. Бұл дайындықты тоқтатпай, кедергісіз жалғастыруға үлкен көмек береді. Куратор тек түсіндіруші емес, нағыз қолдау көрсетуші, мотивация береді, бағыт сілтейді, керек жерінде ынталандырады. Осындай жан-жақты байланыс менің сенімді әрі жүйелі оқуымды қамтамасыз етті. Куратор тек жауап беріп қана қоймайды. Бұл арнайы дайындалған материалдарды тұрақты түрде жіберіп отырады. Бұл қосымша конспект, тесттер, маңызды ережелер мен лайфхактар. Әрбір материал нақты түсінікпен жаттығуға бағытталған. Бұл дайындықты жүйелеп, күрделі тақырыптарды жеңіл меңгеруге мүмкіндік береді. Ұбт-ға дайындық үлкен жауапкершілік. Күн сайын өзіңмен күрес, шаршағанмен тоқтамау, түсінбегенді қайта қайталау, бір сәттік мотивацияны ұстап қалуға тырысу. Кейде бәрі қиын болып көрінеді, бірақ мен бұл жолда жалғыз болмадым. Менің отбасым, сабақ онлайн курсы, кураторым, достарым бәрі мені демеп отырды. Басқа оқушылармен бірге жұмыс жасау, талқылау, сұрақ қою, қолдау алу менің білім жолымды жеңіл әрі сенімді етті. Қиындықтар болды, бірақ мен оларды жеңе алдым, себебі менің жанымда нағыз қолдау бар еді. Ұбт-ға дайындықты нақты жоспармен бастадым. Бір бетіне тестке дейін қанша күн қалғанды белгілеп, екіншіде қай тақырыпты қай күні оқитынымды жазып дедлайн қойдым. Бұл маған күн сайын мақсатпен жұмыс істеуге көмектесті. Бірақ жоспар ғана жеткіліксіз. Оны іске асыру үшін нақты қолдау керек. Осы кезде сабақ онлайн мен үшін нағыз серіктеске айналды. Куратордың тәулік бойы қолжетімді болуы, түсінбеген жеріңді нақтылап алуға және мотивацияны сақтап қалуға көмектесті. Жоспарың болса жолың бар демекші, сабақ онлайн осы жолдағы менің сенімді серігім болды. Менің келесі жылы ұбт тапсыратын түлектерге берер кеңесім: уақытты дұрыс жоспарлау керек. Негізгі пәндерге басымдық беру керек. Күн сайын аздап болса да қайталау жасау керек. Қиындықтардан қорықпа, олар сені шыңдайды. Демалыс пен хобби де маңызды, олар мотивацияны арттырады. Менің ұбт-ға дайындық жолым тек білім мен дағды жол емес, бұл менің тұлға ретінде қалыптасуымның, арманға ұмтылуымның, сенім мен табандылықтың көрінісі. Қиындық пен қуаныш, табыс пен талпыныс мені бүгінгі күніммен мақтануға жетеледі. Жетістікке жету бір сәт емес, бұл менің күн сайынғы еңбегім мен сенімімнің жемісі. Мен енді дайынмын жаңа белестерге, биік мақсаттарға және жарқын болашаққа. Себебі менің жолым жай ғана жол емес, ол сабақ онлайн старта жарқырауға лайық.